Абай Құнанбаевтың екінші қара сөзі. Мен бала күнімде естуші едім, біздің қазақ сартты көрсе, күлуші еді. Енеңді ұрайын, кең қолтық, шүлдіреген тәжік, арқадан үй төбесіне саламын деп, қамыс артқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде әке, өкке десіп, шығып кетсе, қызын боқтасқан, сарт-сұрт деген осы, деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңші, түкке ыңғай келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшық ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сары бас орыс. Орыс ойына келгенін қылады деген, не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бар депті деп. Сонда мен ойлаушы едім, ей Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі ант ұрған, жаман келеді екен, ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап отырсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шақары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соң да орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсем де соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақшы аяғың білән пышыратырға қойған идан түгіл шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық қасері. Орысқа айтар сөзде жоқ. Біз құлы, күңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?